Ассаляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен пешті қажет етпейтін, тез дайындалатын әрі қолжетімді заттардан тұратын өте дәмді, ауызда еритін шоколадты торт жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Шұңғыл ыдысқа айран, сұйық май, бір жұмыртқа және қант қосып, барлығын жай ғана араластырып аламыз. Содан соң илеуіштен ұнды және какао ұнтағын өткізіп, қопсытқыш қосамыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Диаметрі 16 см формаға пергаментті орналастырып, шеттерін қиып аламыз. Массаны пергаментке жайып, қызып тұрған табаға орналастырамыз. Қақпағын жауып, баяу отта 7 минут пісіреміз. Қақпағын құрғатып отырыңыздар және де кождарды алдын ала пергаментке жайып дайындап қойыңыздар. Кремі үшін творожный сырға қант ұнтағын қосып, бір кішкене араластырып аламыз. Содан соң сливки қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Қалауыңызша кождардың шеттерін кесіп, блендерде ұсатып, торттың бетін әсемдеуге болады. Мен арахистің бөліктерін қолдандым. Ал үстіне тағы қосымша крем жасадым. Тортты тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер. Және де бізді қолдап, видеоларымызға лайк басып, комментарий жазуға ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған мен Қаламқас және дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.